Сіздің осы маңсап қуу жолыңызда бақ шапты ма, әлде бап шапты ма? Жеңіл нәрседе, қиын нәрседе жүре береді. Шаршадыңыз ғой, ә? Тамызда кетемін. Осы мектепке қалай келдіңіз? Ондай бір қиын болған жоқ. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздердің алдарыңызда Су жаңа Тамыз Talks атты бағдарламамыз. Осы жобамыздың алғашқы қонағы болып, жобаның басты идеясының авторы, Тамыз Education мектептерінің бас директоры Сериков Бауыржан Серикович қонағымызда отыр. Бауыржан Серикович, қош келдіңіз. Рахмет көп, Енисар. Бауыржан ағай, енді өзіңізбен бірге еркін сұхбаттасып отырайық. Олай болса, әңгімемізді бастайық. Сіз өзіңіз шығыстың тумасысыз, киелі мекен, Абай шаһарынансыз. Жетісу өңіріне ауысып, жұмыс жасағаныңызға біраз уақыт болды. Өзіңізге қай жақыстық? Жетісуымыз ба, әлде Абай мекені ма? Қандай ерекшеліктер де бар? Ал енді Енисаржан сұрағыңа көп рахмет. Аслында өте бір күрделі сұрақ. Бірақ бұл күрделі сұраққа мен оңай жауап беруге тырысайын. Енді әрине де менің ойымша енді кез келген адамға өзінің туып өскен жері өте ыстық болады. Жері ғана емес, оның суы, жаңағы сол жақтың тағамы, асы, салт дәстүрі деген сияқты. Сондықтан енді жалпы мен үшін өзімнің өсіп туған жерім өзіме ыстық болып тұр. Жарайды. Сіз еңбек жолыңызды қарапайым тарих пәнінің мұғалімі ретінде бастадыңыз. Одан кейін Назарбаев зияткерлік мектептерінде біраз уақыт бойы жұмыс атқардыңыз. Ал бүгінгі күні Азия бойынша алпауыт мектептерінің, яғни Тамыз Education мектептерінің бас директоры ретінде қызметіңізді атқарып жатудасыз. Қазақта бақ шаба ма, әлде бап шаба ма деген сөз бар. Сіздің осы маңсап қуу жолыңызда бақ шапты ма, әлде бап шапты ма? Қалай ойлайсыз? Енді бұл сұрақта өте қызықты сұрақ екен. Енді қысқаша жауап берсем, менің ойымша екеуі де жауап тұр бұл жерде. Өйткені енді бапсыз, еңбексіз, бір қызметсіз, бір күш жігерсіз, ешқандай бір жаңағы жетістік болмайды деп ойлаймын. Тек қана баққа мен сенбейтін адаммын. Бірақ сонымен де әрине де мен тек қана баққа сенбеймін, бірақ қара күшке салып, күні-түні жұмыс істеп, жаңағы жетістікке жетемін дегенде дұрыс емес. Сондықтан менің ойымша екеуі де бірге жүру керек. Бақта жүру керек, немесе fortune дейміз ғой, немесе сонымен қатар жаңағы бапта, еңбекте қатар жүру керек. Жақсы. Назарбаев зияткерлік мектептерінде 12 жыл қызмет атқардым. Әрине де ол 12 жылда үйренген жаңағы пісіп жетілген мұғалім ретінде, әкімшілік ретінде, директор ретінде, тарих пәні мұғалім ретінде расында жұмысымды бастадым. Мектепке мен әскери саладан келдім. Әскери қызметші болып жұмыс істегем. Келген енді коллективқа қосылған кезде менің жаңа әріптестерім жаңағы сен әлі жассың, ол кезде жасым менің 24 па 25-те шамасы. Ой, саған қиын болады ғой, бұл ауыр жұмыс деп. Содан мен сұраймын ғой, не ауыр жұмыс десем, ой, біз кейде үйге кеш қайтамыз, 5:30-да болады, 6-да болады жұмыс, кейде педсовет болады, 6:30-да қайтамыз деп. Содан өзім күлкім келді, неге десең, әскери болып жұмыс істедім ғой. Сол кезде түнгі 1:30-2-де Астанадан министерстводан тревога береді, даблды береді. 15 минут на сбор вещей, жаңағы өзің машинамен бе, немесе таксимен бе, ол енді өзің проблемаң. Плацта тұру керексің, воинский частьта. Енді минус 35, минус 40-та біз жақта енді қыс Алматыдағыдай емес, суық болады. Сондай кезде кешкі развод кезінде плацта тұрамыз. Мысалы 6:30-7 кезінде таңертең жаңағы построение болған кезде де жаңағы неге қарамайды, жаңбыр жауып тұрма, гололед па, жаңағы күн ыстық па, плюс 40-та да тұрдық плацта. Сондықтан соның барлығын қараған кезде енді маған жып-жылы, жайлы жаңағы мектептің ішінде оқушылармен, балалармен жұмыс істеу маған сондай бір қиын болған жоқ. Моральды түрде де, физикалық түрде де мүлдем қиын болған жоқ. Содан кейін менің расында да бірінші сабақ беретін оқушыларым маған әлі де өзіме ыстық. Сол кезде маған 11 класты берді. С және Д класы әлі есімде. Енді білмеймін, біреу көретін шығар енді оқушыларымнан. Әсіресе Д кластың оқушыларымен әлі де байланыстамыз. Олар қазір көбі жаңағы жетіліп, маман болған азаматтар.
30-ға келіп қалған азаматтар, бірлі семьялары бар, біреулері жаңағы хирург болып жұмыс істейді, біреулері өзінің жеке меншік жаңағы клиникасын ашқандар да бар, медиктар, біреулері мына мұнай саласында қызмет атқарады. Яғни өздерінің мақсаттарына сонда жеткен енді азаматтар, мен олардың мұғалімдері болғаныма қуаныштымын, өкінбеймін ешқашанда. Қандай керемет. Сіз әртүрлі елдерден, әсіресе шетелден білім алып, тәжірибемен алмасып келе жатқаныңызға біраз уақыт болды. Енді осы шетел білім беру жүйесінде және Қазақстанның білім беру жүйесінде қандай өзгешіліктерді байқадыңыз? Сол туралы баяндап берсеңіз. Енді мен шетелдік оқу орындарымен, мектептермен, университеттермен таныса бастағаным 2011 жылдан басталды. Сол кезде ең бірінші сапарымыз біз Мәскеу қаласына болды. Бірақ жалпы Мәскеу мен Ресейді мен шетел деп санамаймын өзім. Неге десең, оның жаңағы менталитеті ұқсас. Содан кейін оқу бағдарламасы, жалпы мектептің жүйесі кеңес заманынан бері келе жатқан ғой енді. Сондықтан ұқсастық өте көп болған. Енді одан біршама уақыт өтті ғой, 10 жылда көптеген прогресс жасалынды Қазақстанда. Оның ішінде Назарбаев зияткерлік мектептері, әрине, оның ішінде КТЛ мектептері, БИЛ мектептері, оның ішінде РФМШ. Сондықтан енді қазір біздің Ресейден өзгешелігіміз өте айқын, үлкен. Оны қалай білуге болады? Оны жаңағы біздің осы мен айтып кеткен 3 мектептен бітіріп, Лига Плюща дейміз, Russell Group деген университеттер бар. Әлемдегі ең мықты университеттерге толықтай грантқа түсіп жатқан балалар өте көп бізде. Ондай енді біздің Қазақстан тарихында ондай болмаған бұрын. Қазір өте көп. Бұл неге маңызды? Мен былай деп жауап берейін. Егер де мысалы өзіміздің госстандарт бар, мемлекеттік стандарт бар, жаңағы Кембридж жүйесі бар, халықаралық бакалавриат жүйесі бар, Advanced Placement жүйесі бар, Сингапурлық программа бар, Финляндиялық программа бар, кете береді. Оның барлығын айырмашылығын мына жерде айтып өту, оған уақыт жетпейді, бағдарламада жетпейді. Неге десең, оның жаңағы математикадан осындай ерекшеліктер бар, жаңағы жаратылыстану ғалымдарының мынандай ерекшеліктер бар. Мысалы, классқа бөлу әдістері, методикасы, мынандай ерекшеліктер бар деп, оны өте көпті. Сондықтан мен былай қысқаша жауап берейін. Ол неге маңызды? Біз ел ретінде өзіміз жаңағы жаһандық нарық дейді ғой, глобальный рынок, өзіміз білеміз қазір. Идеяның бәрі қайда шығады? Көбі. Идеяның бәрі Америкадан шығады. Енді ол, былайша айтқанда, секрет емес. Мысалы, Фейсбукты алсақ та, мысалы, Тесланы алсақ та, айфондарды алсақ та білеміз, оны кім шығарып атқан, қай жақтан шыққан. Идея сол жақтан шығады. Ол идеялар жаңағы осындай продукт болып қай жерден шығады? Қытайдан шығады. Оны да білеміз неге. Өйткені Қытайдағы жаңағы жұмыс күші дейміз ғой, рабочая сила, арзан болады. Сондықтан қаламнан бастап айфон, вертолетқа дейін, жаңағы ноутбукқа дейін көбі Қытайдан шығады, оны барлығымыз білеміз. Тіпті сол европалық брендтердің өзі бәрі Қытайдан шығарып алады, келсет, содан кейін оны сатады. Неге? Өйткені солай тиімді де, арзан болады. Қытайдан шығару арзан да, содан кейін оны сатады. Енді бұл мен не үшін айтып отыр? Бұл нарық, глобальный рынок нарық. Біз сол нарықтың ішінде өзіміз болу керекпіз, ел ретінде. Енді ол нарықта болу үшін бізде сондай мамандар болу керек, мықты, жас мамандар болу керек. Ол нарықта болу үшін әрине де ағылшын тілін жақсы білу керек. Әрине де мықты айтишниктер болу керек. Әрине де мықты стартапер, жаңағы идея беретін, сондай комьюнити құратын жастар болу керек. Енді ондай мамандарды қайдан дайындайды десе, әрине де көбінесе сол шетелдік қана емес, батыс вуздарда көбірек дайындайды деп айтуға болады. Батыс вуз. Неге? Өйткені білім ғана бермей, олар сол жерде вуздарда нетворк дейді ғой. Нетворк дегенім яғни жақсы байланыс береді өзіңе. Былайша айтқанда связь дейміз ғой, жақсы байланыс. Кез келген оқушы сондай жаңағы ортаға түскен кезде, ол сол ортада қалыптасып, оның достары жаңағы сөйлеген әңгімелері, интерестары дейміз ғой, соның барлығы бір болады да. Сондықтан біз Қазақстанда сондай мықты жаңағы жастарды дайындауымыз керек. Шетелдік университеттерге түсіп, ертең жаһандық нарықтың ішінде болатын, өзінің бизнесін аша алатын, Қазақстанға қайтып келіп бизнес аша алатын мысалы. Немесе Қазақстанға инвестиция тартатын.
немесе шетелде жүріп идеяны үйреніп кейін Қазақстанда жаңағы ментор болып басқа жастарды үйрететін сондай бізге түлектер керек. Енді әрине де сондай түлектер болу үшін не істеу керек? Біздің мектептерді дамыту керек. Енді егер біз мына мемлекеттік мектептерді қарасақ, бізде мондай мектептер бар. Ол БИЛ мектептері, Назарбаев мектептері және де РФМШ мектептері. Ал енді жаңағы оның ішіне барлығы түспейді ғой. Ол жаңағы былай селектив дейміз ғой, селективный, яғни конкурсный отбордан өтетін оқушылар түседі. Ал енді 1-2 балың жетпей қалсашы. Жарайды, конкурсный отбор сол кезде 6 бітіргенде, 7 бітіргенде сен әлі бір мықты бала бола алмадың, не істеу керек? Әрине де ол балада шанс болу керек жаңағы, мықты білім алатын. Сондықтан сондай балаларды бізде біздің жаңағы жеке меншік мектептерде, соның ішінде біздің тамызды мектептерінде де мынау балабақшадан бастап 12-ші сыныпқа дейін біз сондай ол жаңағы КТЛ-ға түссін түспесін, РФМШ-ға түссін түспесін, біз сол деңгейде және де кейбір аспекттерде сол мектептердің деңгейінен тіпті жоғары да білім уже беріп жатырмыз. Оған мен нақты дәлелмен жауап бере аламын. Мықты білім беріп жатырмыз. Бауыржан ағай, бағдарламамыздың басынан бастап әңгімеміздің бәрі осы бірегей Тамыз Education мектептері жайлы өрбіп жатыр. Енді өзіңіздің хикаяңызбен, естеліктеріңізбен бөлісе кетіңіз. Осы мектепке қалай келдіңіз? Жолыңыз қалай болды? Қиын болды ма? Оңай болды ма? Енді қиын болды ма, оңай болды ма, менің ойымша әрбір адамның басынан мынау өмірде жеңіл нәрсе де, қиын нәрсе де жүре береді. Және де бұл жерде ол адамның сол жеңіл немесе сол қиын нәрсеге оның жаңағы реакциясы дейміз ғой, оның жаңағы қатынасы қандай болады, сол ғой сұрақ. Сондықтан мен де қиын күрделі нәрсені де мен жаңағы тармақтап, бөлшектеп, бөліп, оны жаңағы шешіп жүруге тырысам да. Сондықтан әрине күрделі жағдайлар болады да деп ойлаймын. Бірақ оған жалғыз басым ғана емес, ұжым ретінде біз дайынбыз деп ойлаймын. Енді естеліктер туралы айтатын болсақ, мен Тамыз мектебінде үлкен жаңағы сайыстан өткен адаммын. Енді естуім бойынша 100-дей кандидат болды. 100-дей кандидат болды. Енді сондықтан сол 100-ден жүйрік шығармыз. Енді сол кандидаттардан бүкіл этаптардан өтіп, собеседованиеден өтіп, осы Алматыға келіп, бірақ енді шынымды айтайын, маған тіпті мектептің өзі ғана емес, сол жердің әсемділігі ұнатты. Таулар, сол июньнің кезінде ғой, маусымның кезінде келген жап-жасыл шөп, таза ауасы, соны ұнады. Жақсы. Енді Бауыржан ағай, сізге Бекжан деген есім таныс па? Әрине таныс. Енді келесі назарыңыз экранда болсын. А теперь, внимание, вопрос. Мы с тобой работали в Ниш семей, и мы были одни из тех первых, кто начинал преподавать Global Perspectives and Project Work. И у меня вопрос касательно этого предмета. Давай проверим, насколько ты помнишь. Назови мне основные стадии критического мышления в глобальных перспективах, или так еще называется Critical Path. Назови мне основные стадии, пожалуйста, и вкратце поясни, что означает каждая стадия. Бекжанды қайдан тауып жүрсіңдер? Стадия критического мышления болғанда, оның негізі инструменттері көп. Енді оның сол кезде берген инструменттерді есімізге салсақ, ол, скорее всего, Рейвен стратегиясын айтып отырған шығар. Мысалы, кез келген ақпаратпен жұмыс істеген кезде, оқушы болсын, үлкен адам болсын, ол ақпарат туралы бірінші ойлану керек. Рейвен, яғни R, ол reputation. Сол жаңағы сол ақпаратты немесе сол жаңалықты жазған адам кім, оның репутациясы қандай. Одан кейін жаңағы aided ability to see, яғни оның жаңағы былайша айтқанда мамандығының деңгейі қаншалықты сол проблемаға жауап бере алады. Мысалы, егер де ол бұл ақпарат мысалы бір вирус туралы болса, оның жазып жатқан жалпы кім, ол медик па, жаңағы
врач болып келе ма, доктор болып келе ма, осы сұраққа қалай жауап бере алады, жаңа эксперт па, эксперт емес па. Vested деген ол vested interest, яғни ол сол салада қаншалықты жаңағы былайша айтқанда қаншалықты интересі бар, иә? Егер де ол мынандай вирус болып жатыр, соны вирустан жаңағы емделу үшін мынандай дәріні сатып алу керек десе, яғни оның бір интересі бар деген сөз. Яғни ол мүмкін сол дәріні немесе сол аптекада сатылатын жаңағы сол аптеканың мүмкін бір жаңағы құрылтайшы шығар деген сияқты, иә. Экспертиз деген сол салада қаншама жұмыс істеді мысалы, и жаңағы neutrality, жаңағы қаншалықты бұл салаға нейтрально қарайды, яғни екі де көзқарасты жаңағы қолдамайды, максимально нейтрально деген сөз. Енді критическое мышление деген үлкен тақырып қой, ол мысалы 5W1H деген стратегиясы бар оның, яғни кез келген мәселеде мысалы 5W деген who, where, why деген мысалы W-дан басталатын сұрақтар бар еді, өзің білесің оны. Сол деген 1H деген how, яғни кез келген проблеманы осы 5 сұрақты қойып, сол 5 сұраққа бірінші жауап беру керек. Сөйтіп жаңағы дамытуға болады. Енді бұның дұрыс жауабы? Ну и, конечно же, ответ – это deconstruction, reconstruction, reflection and communication. Енді бұл стратегиялар 2014 жылы қолданған. 2013-14. Одан бері қанша жыл өтті? Одан бері 8 жыл өтті. 8 жылда уже көп нәрсе былайша айтқанда ескеріп кетті ғой. Сондықтан басқа стратегияларды қолдана беру керек. Келесі сұрағымызға кезек берейік. Сіз Тамыз мектебіне келгелі бері көптеген бағыттарды ашудасыз. Мәселен, бүгінгі күні мектебімізде AP және IT бағыттары күннен күнге дамуда. Алдағы уақытта мектебімізге қандай өзгерістерді қосқыңыз келеді? Ата-аналарға бір жақсы ақпараттар болса. Енді былтырғы оқу жылы, 22-23 оқу жылы, мен енді көп сұрақтарға басынан былай терең жауап беремін, кейде мен жауап беремін, жауабым бір роботтың жауабы сияқты болады да. Сондықтан оған кішкене сабырлық керек тыңдағанға. 2022-23 оқу жылы жалпы енді өз-өзіме есеп берсем, бір 3 үлкен проект болды деп айтуға болады, 3 үлкен жоба. Яғни ең үлкен жоба ол 25 жылдық және де оның аталып өтуі. Ол неге маңызды? Өйткені жаңағы Тамыз мектебі Қазақстандағы ең тәжірибесі мол мектептердің бірі. Сондықтан бұл енді қысқаша есеп болды ғой. 25 жылда қандай жетістік болды деген сияқты. Сондықтан бұл мерейтойдың қалай өтетін мені ғана емес, жалпы біздің жаңа құрылтайшы ағаларымызды қатты алаңдатты. Қалай өтеді екен, барлығын көрсете аламыз ба, жоқ па, келетін жаңа ата-аналардың көңілінен, қонақтардың көңілінен шыға ма, жоқ па деп. Енді жалпы менің бағам енді өте жақсы өтуге деп ойлаймын. Енді толықтай 5 қоймасам да бір 5 минусым қойушы едім сәл. Әрине де ол кез келген жаңағы осындай үлкен жобаларда сәл-сәл бір минустар болады. Бірақ дегенмен де өзіміздің ойымызға жаңағы жеттік. Бағдарламаның 99-98%-ның барлық оқушылардың өздері болды. Өзің білетіндей, Инсар, өзің сеніп жүргізуші болдың. Сол 25 жылдықтың және де жаңағы келген қонақтарымыздың барлығы соны көрді. Оны тек қана жеке меншік мектептердің директорлары ғана келген жоқ. Сонымен қатар ата-аналар өте көп болды. Содан кейін жаңағы біз жұмыс жүргізетін партнерларымыз келді. Оның ішінде мысалы елшіліктер бар, Қытай елшілігі келді, француз елшілігі келді. Сондықтан бұл үлкен бір жоба, былтырғы есеп. Қалған 2 жоба, өзің айтып өткен американдық бағдарлама мен IT бағдарлама. Енді ол жылдан жылға сондай жаңа бағдарламаға байланысты жобаларды шығара беру болмайды. Неге десең, мысалы кез келген жобаны өсіру үшін жоқ дегенде бір 5 жыл керек. Яғни мысалы американдық бағдарлама басталды ма? Келесі жылы біз оны ары қарай тереңдетеміз. Қосымша сабақтар енгіземіз. Қосымша жаңағы
параллельге класстарға ары қарай оны дамытамыз. 11 класстар, жаңағы 8 класстар деген сияқты. Сондықтан енді жоспар өте көп. Енді ол жоспардың барлығын әрине де айта беруге болмайтын да шығар. Бірақ та сол 3 жоба басталды деп айтуға болады. Енді оларды дамыту үшін уақыт керек, ары қарай тереңдету үшін IT жобасын ары қарай тереңдету керек. Және де осы биылғы оқу жылы біз сол бойынша жұмыс атқарып жатырмыз. Және де биылғы оқу жылының ерекшеліктері біз көбінесе өзіміздің ішкі бұрынғы жобаларымызға қайтан жаңағы назарымызды аудартып, соларды күшейтіп жатырмыз биылғы оқу жылында. Енді сізге бір басқаша сұрақ қойып көрейін. Сізге қазір оқу және ағарту министрі болуды ұсынса, қазіргі барлық жұмыстарыңызды тоқтап, сол ұсынысты қабылдап, еліміздің білім саласына қандай жаңалықтарды енгізер едіңіз? Енді мені дәп қазір мына оқу ағарту министрлігіне мен шақырып жатса, мен тамызда кетем деп айта алмаймын. Неге? Өйткені біріншіден дәп қазір мен оған дайын емеспін деп айтуға болады. Біріншіден неге? Өйткені тамызда мысалы бастаған бастамаларым көп. Оны аяғына дейін жеткізу керек, дұрыс па? Екіншіден, дәп қазір мен ол жұмыс қызықтырмайды. Енді үшіншіден, жаңағы енді болашақ көрсетеді. Бірақ дәп қазір осы жеке меншік саласында істеп жатқаныма мен қуаныштымын деп айтуға болады. Бүгінгі жұмыс күніңіз қалай өтті? Шаршадыңыз ғой, ә? Бүгінгі жұмыс күнім әлі біткен жоқ. Енді шаршамас үшін міне кофе ішіп отырмын мен. Әлі де 1-2 шаруа бар, бітіріп тастайтын. Ұзын құлақтан естігеніміз бар, өнерге жақын адам екенсіз. Тіпті музыкалық мектебінің түлегісіз. Осы жайлы ақпарат бердіңіз. Қай өңірде, қай жерде білім алдыңыз? Мен Семей қаласында музыкалық мектепті тәмамдағам, бітіріп домбырашы мына күй класы бойынша, күй класы деп атайтын. Енді расында да оқыдық, 4 жылдай оқыдық. Ансамбльде де ойнадық, оркестрде де ойнадық, солода ойнадық, концертмейстермен де ойнадық. Конкурстарға да қатыстым, жаңа юный музыкант деген конкурстар болды сол кезде. Облыстық деңгейге жетіп, енді гран-при да алдық. Негізі музыкаға жақынмын, музыканы жалпы өзім жақсы көрем, домбырада ойнаймын. Бірақ енді ол менде бір хобби ретінде қалды деп айтуға болады. Енді не себепті сіз сол өнер жолын таңдамай, осы білім беру саласына бет бұрдыңыз? Негізі өте жақсы сұрақ, өйткені енді өзімді музыкаға жақын деп есептеймін. Сондықтан музыка әлі ішімде жүреді менің. Сондықтан кейде ойлаймын да, мысалы, мен өмірім өзінің жаңағы финишына жақындаған кезде қай нәрсені мен істемедім деп бір өкініп қалармын деп ойлаймын кейде. Сол кезде музыкада келеді ойыма негізі. Кейде әнші болмадым ба деген сияқты бір, өнер саласында бір өзім ізімді қалдырмадым ба деген сияқты. Білім саласына келгеніме мен өкінбеймін. Мен жалпы на педагогикалық университетте оқыған кезде тобымызда 14 студент болды. Сол 14 студенттің ішінде мамандық бойынша істеп жатқан мен жалғыз ғанамын. Қалғандары басқа мамандықта жүр. Кейбіреу өзінің жеке жаңағы бизнесінде жүр, кейбіреу мына орган дейді ғой, кейбіреу жаңағы әскери болды, кейбіреу шетелге кетіп қалды. Сондықтан мамандық бойынша мен өзім жалғыз істеп жатырмын, бірақ оған өкінбеймін, өйткені мына творчествоға, шығармашылыққа, креативқа орын өте көп. Және де енді бұл жерде мысалы мүмкін күйші болсаң, енді жаныңда бір адам отырады, сол сен күйін тыңдайды да рахмет деп кетеді. Ал жеке меншік мектептің директоры болсаң, бір жақсы реформа істесең, оның қызығын жоқ дегенде 3000 бала көреді да. Содан кейін оның өміріне жақсы бір ықпал не алып келесің, әсер алып келесің да. Сондықтан енді білім саласын таңдағаным сол үшін. Бірақ мүмкін өмірімнің бір кезеңінде, егер соған мүмкіншілік болып жатса, мүмкін қайтадан өнерге баратын шығармын, кім біледі. Енді осы уақытты пайдаланып, сізден қонақ кәде сұрағымыз келіп отыр. Біздің қасиетті қазақтың қара домбырасы.
негізі домбыраны қолыма көп алмаймын, шын айтсам. Оған уақыт та болмайды. Бірақ мүмкін енді осындай кезде, осылай арнайы қонаққа шақырған кезде енді домбыраны қайттан қолға алып, бір сәл өнер көрсетуге болатын шығар. Сондықтан бүгін Құрманғазы атамыздың күйі, Алатау деген күйі бар. Сол Алатау күйін орындауға рұқсат етіңіздер. Бәрекелді, көп рахмет. Енді Бауыржан ағай, сізбен бірге балалық шағыңызға саяхаттап қайтсақ қайтеді? Тамаша идея болар еді. Рахмет.
Ендеше назарыңыз экранда болсын. Бауыржан ағай, енді бағдарламамыз өз мәресіне жеткен секілді. Енді осы бағдарламамыздың алғашқы шығарылымы болғаннан кейін өзіңіздің бір тілегіңіз болса, жылы лебізіңіз болса. Иә, әрине де енді бұл керемет жобаға ең бірінші мен шақырғандарыңа көп рахмет. Негізі дайындалуға көп уақыты болған жоқ. Бірақ енді осындай осы форматта бағдарламаны қызықты қылып жаңағы подкаст ретінде жүргізіп, осы біздің Тамыз мектебіндегі жаңағы бетке ұстар, мықты азаматтарды, азаматшаларды, біздің оқушыларымызды шақыртып, біздің бетке ұстар қаламыздағы азаматтар болсын, белгілі бір жұлдыздар болсын, республика көлемінде, тіпті халықаралық көлемде үлкен сондай бір алып жұлдыздарды бізге шақырып, осы жерде Инсармен өзіңмен сұхбаттасып, өте қызықты подкаст жүргізуге тілектеспін. Рахмет. Енді құрметті қонақтар, құрметті Бауыржан ағай, біздің бағдарламамыздың атынан сізге өзіміздің ерекше сыйлығымызды табыстауға рұқсат етіңіз. Бұл біздің бағдарламамыздың және менің атынан. Көп рахмет. Сыйлық алған ешқашанда жаман болмайды. Рахмет. Жақсы. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы болған Серіков Бауыржан Серикович және жүргізушісі мен Қанатова Инсар. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі бағдарламада көріскенше.